Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Жансұлу. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі керемет болып шығатын қамыры қытырлық жареный сосиска в тестенің рецептін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындау үшін ұнға тұз, қант, ашытқы, майонез және жылы су қосып жақсылап жұмсақ етіп билейміз. Сіздер майонез қосқыларыңыз келмесе, орнын қаймақпен алмастыруға болады. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан қолымызға жабысып қалмау үшін сұйық маймен иілеп, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Ашқан қамырымызды қолымызға жабысып қалмау үшін сұйық маймен түсіріп, оны сопақша етіп жайып, шамамен 50 граммдай болатын қамырларға бөлеміз. Кішкентай бөліктерге бөлінген қамырларымызды видеодағыдай қолдың көмегімен жайып, арасына сосискамызды салып орап шығамыз. Дайын болған сосискаларды бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымызды орташа отта қатты қызбаған майда ұстап пісіреміз. Мен шамамен 3-4 минуттай ұстап пісірдім. Егер қатты қызып кеткен майда пісірсеңіздер, қамырымыздың ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Осымен дәмі тіл үйіретін сосиска в тестеміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын.